Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін біз сіздерменен тағы да оқу сауаттылығы бойынша тест тапсырмаларын орындайтын боламыз. Балалар, бізде барлығы берілген 2 мәтін берілген бірінші нұсқада. Міне, онда біреуінде 4 сұрақ, екіншісінде 6 сұрақ берілген. Енді қараңыздар, міне нұсқаулық деп жазылып қойған мәтінде мұқият оқып берілген тапсырмаларға дұрыс жауап беріңіз. Яғни, міне көрдіңіздер ме балалар, бізде 4 нұсқа берілген болса, бір сұрақта оның тек біреуін ғана белгілейтін боламыз. Ендеше кеттік, бастаймыз. Қамқорлық. Бір кісі жол үстінде келе жатқанда оны қатты шөл қысады. Ол айналасына қарап су іздейді. Сол маңнан құдық табады. Ол құдыққа түсіп, шөлін қандырады да шүкіршілік етіп, жолын ары қарай жалғастырады. Жолдың бойында шөлден тілі салақтаған бір итті көзі шалады. Иттің қатты шөлдегені соншалық ылғал топырақты жалап тұр екен. Оны көрген әлгі кісі, менің басыма түскен қалымына итке де түсіпті-ау, деп құдық ішіне қайта түсіп, аяқ киіміне су толтырып, шығып әлгі итке су береді. Балалар, біз мына тапсырмаларды орындауымыз үшін мына берілген мәтінді мұқият оқып, содан кейін барып біз мына сұрақтарға сол кезде дұрыс жауап бере аламыз. Енді міне осы мәтіннен жауабының барлығы осы мәтіннің ішінде, балалар. Енді мұқият тыңдаймыз. Бірінші сұрақ: асты сызылған сөзге мәндес сөзді табыңыз. Міне бізде асты сызылған сөз, міне мәтінде қал деген сөзі. Демек ол үшін бізде мынада 4 нұсқа берілген. Ол хал деген сөз, ол жағдай дегенді білдіреді. Демек жағдай деген нұсқа дұрыс екен. Келесі екінші: мәтіндегі жолаушыға тән қасиетті көрсетіңіз. Бұл жерде де 4 нұсқа берілген. Ол әрине мейірімділігі. Мейірімділіктен ол итке не істеді? Жақсылық жасады, балалар. Келесі үшінші сұрақ: мәтіннің идеясын анықтаңыз. Мәтіннің идеясы бұл айналасында адамдарға қамқорлыққа баулуды үйретуге. Сонда демек бұл нұсқасы дұрыс. Қамқорлыққа баулу. Төртінші сұрақ: жолаушы итке суды неге құйып берді? Әрине, аяқ киіміне құйып берді, балалар. Нұсқасы дұрыс екен. Енді келесі екінші мәтінге назар аударамыз. Үлкен әулет. Тыңда. Өсіп өнген үлкен әулетте 100 кісі бірге тату тәтті өмір сүріп жатыпты. Сол елдің патшасы бұл әулет туралы естігенде қызығушылықпен барып, әулеттің ақсақалына жолығуды ұйғарыпты. Қариямен кездескенде патша: әулетіңізді тату тәтті бейбітшілікте ұстап тұруыңыздың сыры неде? Деп сұрапты. Қария қағазға біршама уақыт бір нәрсе шимайлап жазып патшаға ұсыныпты. Патша қараса, қағазда бар жоғы бір-ақ сөз жазылыпты. Үсті-үстіне әбден баттастырып жазылған сөз сабыр екен. Енді балалар, мәтінді мұқият оқып тыңдаған болсаңыздар, енді сұрақтарға жауап береміз. Бесінші сұрақ: мәтінде кездеспейтін ақпаратты табыңыз. Міне балалар, мәтінде кездеспейтін ақпарат ол 100 кісінің бәрі де сабырлы екен деген сөз екен, балалар. Келесі алтыншы сұрақ: асты сызылған сөзге қатысы жоқ жауапты белгілеңіз. Міне, асты сызылған сөз ол қария. Демек бұл жерде дыбыс пен әріп саны бірдей деген қатысы жоқ сөз екен. Келесі жетінші: сабыр сөзіне қарама қарсы сөзді табыңыз. Ол әрине сабырсыз, балалар. Қарама қарсы сөз ол сабырсыз. Келесі сегізінші сұрақ: мәтін мазмұнына сәйкес келетін мақал ол әрине сабыр түбі сары алтын, балалар. Жақсы. Келесі тоғызыншы сұрақ: патша қариядан ненің сырын білгісі келді? Міне балалар, қарап оқып отырсаңыздар, бұл жерде д нұсқасы дұрыс. Бейбітшілікте өмір сүрудің сырын білгісі келді. Ең соңғы сұрақ: сөйлемнен ілік септігінде тұрған сөздерді табыңыз дейді. Сол елдің патшасы бұл әулет туралы естігенде қызығушылықпен барып, әулеттің ақсақалына жолығуды ұйғарыпты. Бұл жерде ілік септігінде тұрған елдің және әулеттің, бұл ілік септігінде тұрған сөздер екен. Демек, 10-шы нұсқада, 10-шы тапсырмада нұсқасы дұрыс екен, балалар. Міне, балалар, осымен біздің бүгінгі оқу сауаттылығына арналған
тапсырмаларыңыз аяқталады. Сіздерге сәттілік тілеймін. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.